Адалдық, әдептілік бас ұраным, абыройын елімнің асырамын. Халқымның патриоты кішіпейіл, 10 жасқа толды міне жас ұланым. Республикалық бірыңғай жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасы бойынша 2011 жылы 6 шілдеде құрылды. Мінекей бүгінде жас ұлан ұйымына 10 жыл толып отыр. Жамбыл облысы Байзақ ауданы номер 1 мектеп гимназиясының жалынды жас ұландықтары және мен ұланбасы Жұмахан Әсем жас ұлан ұйымының 10 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтай отырып, жас ұлан 10 жасқа қадам басты атты облыстық челленджге қатысуда. Облыстық челленджді қабылдай отырып, барлық жас ұландықтарға жолдаймын. Біздің жас ұлан ұйымындағы мақсатымыз өскелең жас ұрпақтың бойында патриоттық білім мен өзін-өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік, отан тарихына, тәуелсіз Қазақстанның бүгіні мен болашағына деген жауапкершілікті қалыптастыру болып табылады. Құрметті аға ұрпақ, біз ұлы дала елінің ұландары, бірлікті байрақ, талаптылықты тұғыр, тарихты тағылым етіп, әрдайым өзімізге жүктелген сенімді ақтап, білімді ырыс, еңбекті тыныс етіп, достарымызбен бірге жан-жақты дамуға, спортпен, өнермен айналысуға, шет тілдерді үйренуге, отандық және әлемдік әдебиеттің терең мұраларын танып білуге атсалысатын боламыз. Құрметті жас ұландықтар, бәріміз жұдырықтай жұмылып, бірлікті байрақ етіп, туған жеріміздің гүлденуіне үлес қосайық. Еліміздің көк байрағын жеңіс жолында желбіретіп жүретін жасампаз жас ұлан болуға үн қосайық. Жас ұлан бірге болайық, ұлы істерді бірге атқарайық.